Өтірік. Өмірінде өтірік айтып көрмеген адам жоқ шығар. Өтірікті жас баладан бастап мемлекет басқаруында отырған шенеунікке дейін айтады. Кей өтіріктер мүмкін маңызды емес шығар. Ал кей өтіріктер әлемді өзгертуі мүмкін. Ал өтіріктің ең көп шоғырланған тұстарының бірі тарихи фильмдер мен саясат. Өз басым саясаттан алшақ болғандықтан біз сенетін ең ауқымды орта ғасырлық кезең жайлы өтіріктерге назар аударайық. Айтқандай, ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Әдеттегідей бейнежазбамды соңына дейін көріп, лүпіл басып пікір қалдыратын көрермендеріме алғыс айтамын. Бүгінгі бейнежазбаны түсіну үшін соңына дейін көруге тырысыңыз. Ақпараттардың барлығы сізді таң қалдыратынына сенімдімін. Ендеше жақсы қаралым тілей отырып, бейнежазбамызды бастаймыз. Орта ғасырлық заман жайлы біз көптеген деректерді қате түсінеміз. Біріншіден, жалпы орта ғасырлық заман дегеніміз не екеніне жауап бере кетейік. Бұл 1000 жылдан асатын үлкен уақыт аралығы. Ол заман жайлы ақпаратты біз әдетте фильмдерден аламыз. Ал фильмдерде көп жағдайда Еуропаны көрсетеді. Лас қалалар, жуылмаған адамдар, қараңғы сарайдағы тойлар, алау ұстаған аңшылар, жақсы дәрі-дәрмектің жоқтығы, қорқынышты ауру. Мұның көбі рас. Әлде өтірік па? Ендеше соны анықтап көрейік. Қараңыз, орта ғасырлардан кейін азаптау аспаптарының мұражайлары танымал болды. Қорқынышты үлгілер көпшілік назарына ұсынылды. Мысалы, темір қыздың табыты, азаптық алмұрттар және тағы басқа. Осындай мұражайлар ашу арқылы өкімет қарапайым халыққа мына түйінді меңзегісі келді: өз өмірлеріңе шағындана бермеңдер, себебі өткен заман қорқынышты әрі жауыз болған. Осы қинау әдістеріне қарап, орта заманның расымен сұмдық болғанын түсінесің. Бірақ мен әдетте ғаламторды толып жатқан орта ғасырлық азаптау құралдары туралы шындықты айтқым келеді. Тек тексеру барысында олар орта ғасырлық емес, кейде тіпті құралдар емес болып шықты. Темір қыз, ауыр жаза. Адамды темір қыздың табытына салып, есік жабылады. Бірақ ол есік қарапайым емес. Темір тікендері бар. Олар денені тесіп өтеді, бірақ маңызды ағзаларға тиіспейді. Осылайша адам бірнеше сағаттар бойы қиналып, соңында қансырап өледі. Бұл қинау әдісін растайтын мұражай экспонаттары да бар. Бірақ бұл тұста бір мәселе туындайды. 19 ғасырдың аяғында, яғни орта ғасырдан кейін, мұндай азаптау құралы алғаш рет сипатталып жазылды. Тек деректерде жазылған. Құралдың өзі табылған жоқ. Бірақ жоғарыда мен мұражай экспонаттары туралы айттым емес пе? Бірақ олар өткеннің қорқынышты жәдігері ретінде тек 19 ғасырда пайда бола бастады. Шын мәнінде бұл құралдар жалған болды және адамдардың шынайы азапталуына ешқандай қатысы жоқ. Осы мұражайларда кездесетін тағы бір құрал азап алмұрты деп аталады. Бұл зат адамның түрлі тесіктеріне тығылып, сосын ашылған. Ал енді адамның қалай қиналғанын елестетіп көріңіз. Қорқынышты ма? Әрине, Википедияда солай ойлайды. Ал кім олай ойламайтынын білесіз бе? Орта ғасырларда мұндай нәрсе қолданылмаған деп есептейтін тарихшылар. Оның үстіне бірінші рет бұл құрал тек 19 ғасырда пайда болды және барлығы мұражайларға арналған қолөнер бұйымдары. Оны тіпті адамды азаптау үшін қолдануда мүмкін емес. Өйткені әлсіз механизмдеріне күш салған кезде адам денесінде ашыла алмайды. Сонымен қатар олардың барлығы өте бай өрнектермен сәнделіп, шебер жасалған. Адамды қинау үшін бұндай құралды әдемілеп, сәндеп не керегі бар? Қорытындысы: егер сіз ақпараттарды тереңірек зерттесеңіз, қинау құралдарының көп бөлігі орта ғасырлық емес, тіпті көбісі ойдан шығарылған екенін түсінесіз. Қатыгездік тақырыбынан алыс кетпей тұрып, тағы бір құрал жайлы айтқанымыз жөн. Пәктік белбеуі. Сіз бұл зат жайлы естігеніңізге бәстесе аламын. Тек оны қашан білгеніңіз және қайдан білгеніңіз есіңізде жоқ. Солай емес пе? Білмейтіндерге айта кетейін. Бұл әдетте әйелдің денесіне кіруді қиындататын арнайы іш киім тектес құрылғы. Бұлайша айтқанда құлыпталған темір іш киім ғой енді. Сапарға аттанғалы тұрған ерлер немесе крест жорығына шыққан рыцарьлар пәктік белбеуін әйелдеріне кигізген. Ал кілтін өзімен бірге алып кеткен екен. Жол жөнекей жоғалтып алса не істейді екен сонда? Неге бұлай жасаған дейсіз ғой? Әрине, әйелдері үйінде жатып, көздеріне шөп салмас үшін. Ал дәрет сындыру үшін арнайы тесіктер болған. Жиіркенішті, солай емес пе? Сонымен, бұл деректердің несі өтірік? Бұл заттың болғаны өтірік па? Онда неге олар орта ғасырлық суреттерде салынған? Неліктен мұражайларда көшірмелері бар? Пәктік белбеу жайлы ең ерте жазбаша анықтамалар ерте орта ғасырларға жатады. Бірақ бұл шын мәнінде қолданылған зат дегенді білдірмейді.
1405 жылы неміс дәрігері және инженері Конрад Хизер жазған әскери техника туралы кітабында бұл сұмдықтың суреті де бар. Зерттеушілер бұл кітапта нағыз әскери өнертабыстардан басқа сиқырдың, көрінбейтін кемелердің және әзіл қалжыңның болғанын байқайды. Яғни бұл кітапта өтірік және маңызсыз заттар жазылған. Және бұл суреттердің астында ол жастарға осы құралды пайдалануды ұсынатыны айтылған. Сондықтан зерттеушілер бұл кекету немесе қалжың болды деп сендірді. Міне, бұл 16 ғасырдағы тағы бір мысал. Бұл жерде біз белбеуді және оған тағылған құлыпты көреміз. Басқа заттарға да мән беріп көрейік. Кілттің көшірмесін ұстаған адамдар кереуеттің артында тығылып отыр. Олар еркектің кетуін күтуде. Ал әйелін тастап сапарға шыққалы тұрған еркектің басында есек құлағы көрінеді. Жанында тұрған есек құлақты көмекшісі болса, бүргелерді себетте ұстап тұруға тырысуда. Бұл дегеніміз екі ақмақты білдіреді. Былайша айтқанда, сол кездің өзіндік приколдары ғой. Бұл әзіл ретінде және тіпті осындай құрылғының өзі пәктікті сақтай алмайды дегенді меңзеп салынған сурет. Пәктік белбеуінің темірден жасалғанына қарамастан, орта ғасырлық осындай белбеудің бірде-бірі табылған жоқ. Ал мұражайлардағы әрбір көшірме 18-19 ғасырларда жасалған болып шықты. Негізінде адам оны кие де алмайды. Өзіңіз ойлап көріңіз. Мұндай металл бөлігі ұзақ тағылса, екі аяқтың ортасын қажап, инфекцияға, сепсиске және өлімге әкелуі мүмкін. Тазалық жайлы айтудың қажеті де жоқ шығар. Темірдегі кішкентай тесіктен дәрет сындырып, оны тазалау мүмкін емес. Сондықтан көптеген мұражайлар оның жалған екенін мойындауға мәжбүр болды. Әрине, сіз айтуыңыз мүмкін, орта ғасырлық адамдар тазалықты ойламаған ғой деп. Енді осы жайлы қазір айтып беремін. Ендеше орта ғасырлық адамдардың өміріне қатысты мифтерге де тоқтала кетейік. Орта ғасырларда барлығы 30 жасқа дейін ақ өмір сүрген. Былайша айтқанда, ол заманда адам дүниеге келді, қайғырды, өйткені ол ең жағымды емес уақытта туылды. Балаларын көбейтті, 30 жасқа келді, ауырды, қайтыс болды. Шынымды айтсам, мен де солай ойлайтынмын. Бірақ неге бұл миф? Бұл жерде бүкіл мәселе сандарды қате түсінуде жатыр. О заманда орташа өмір сүру ұзақтығы шынымен 30-35 жыл болуы мүмкін. Бірақ бұл сіздің 30 жаста өлетініңізді білдірмейді. Негізінде балалар мен нәрестелер өлімі аймақтағы орташа өмір сүру ұзақтығын 30 жасқа дейін қысқартты. Енді түсіну үшін мысал келтірейін. Сіздің екі балаңыз болсын. Біреуі 0 жаста, екіншісі 70 жаста қайтыс болды делік. Екеуін қосқандағы балаларыңыздың орташа жасы 35 жаста болады. Яғни жасөспірім кезінде аман қалып, соғысқа аттанбай, ауруға шалдықпаған адам еш қиындықсыз қартайғанша өмір сүрген. Дәлел ретінде біз орта ғасырлық ғұлама жазушылар мен суретшілерді қартайған шағын келтіре аламыз. Негізі орташа өмір сүру жасы 20 ғасырға дейін өте төмен болған. Тек 20 ғасырдан кейін нәресте өлімінің азаюы, жақсы тамақтану, жақсы гигиена, санитария және тағы басқа заттарға байланысты түбегейлі бұл жағдай өзгерді. Міне сондықтан да қазіргі заманда ең төменгі орта жас көрсеткішке ие ел 19 ғасырдағы ең жоғарғы көрсеткіштен асып түседі. Сондықтан жоқ. Барлығы 30-ға дейін ақ өмір сүрген деп айта алмаймыз. Негізі орта ғасырлық өмірді елестетуімізге қатты әсер ететін ол фильмдер. Сондықтан да тарихшылар бұл фильмдердегі деректердің көп бөлігі дұрыс емес екенін дәлелдейтін кітаптарын жазуға мәжбүр. Енді бағанағы ластық жөніндегі мифке оралайық. Ол заманда барлығы кір-қожалақ болған. Ол кездегі адамдар лас ортада, нәжістерінің арасында өмір сүрген. Содан кейін бұл нәжістер терезелерден тікелей жолға лақтырылды. Олар осы жуылмаған қолдарымен дастархан басында тамақтанды. Міне осындай деректерді адамдар фильмдерден көріп, өз ойларын түюде. Негізі Голливудтың басты мақсаты тарихты толығымен бұрыш жағынан көрсету шамасы. Күні бойы лас жұмыстарды істеп келіп, кешкісін суға бір шомылып алуға не жетсін? Олар мұны қалай түсінбеді? Негізі түсінді. Сондықтан олар үнемі тазаланатын. Кім ойлаған? Орта ғасырларда да гигиена болған. Тек кейбір соғыс жағдайларында ғана шомылмаған болуы мүмкін. Неліктен адамдар бұл мифке сенеді? Ешқашан жуынбайды және жумайды деген дін қызметкерлері туралы көптеген әңгімелер бар. Бұл адамдар ешқашан шомылмайтын. Ондай адамдар да болған және тарих беттерінде сақталған. Тіпті қазірдің өзінде жуынбай өмір сүретін адамдар бар. Мысалы, мынау ирандық 80 жасар Аму Хаджи 60 жыл бойы жуынбаған. Оған 10 метрден әрі жақындай алмайсыз. Азық ретінде өлген жануарларды қолданады. Орта ғасырлық адамдардың өзі оны көрсе, жуынсай хайуан деп айтар еді. Біз сәл тақырыптан алшақтап кеткен сыңайлымыз. Орта ғасырға оралайық. Міне осы себептен де орта ғасырдағы барлық адамдар шомылмады деген өтірік. Осының барлығына қоса, ол кездегі адамдар ауруды адамнан адамға жұғады деп емес, ластықтан туындайды деп есептеді. Сондықтан да олар әрдайым таза болуға тырысты. Олар тіпті шомылудың рақатын түсініп, моншалар да салған. Ал кедейлер өзен көлдерде тазаланған.
Тағы көптеген адамдар орта ғасырларды елестеткенде лай балшықпен және нәжіске толған көшелерді елестетеді. Ол замандағы адамдар азанда тұрып, түнде сындырған нәжістерін терезеден көшеге шашады деп ойлайды. Негізінде көптеген орта ғасырлық қалаларда терезеден қоқыс тастауға және қала ішінде мал союға тыйым салынған заңдар болған. Әрине, нәжіске толы көшелер болған, бірақ әдетте олар орта ғасырдан өткеннен кейін 16 ғасырда пайда бола бастады. Себебі ол кезде үлкен ғимараттар көбейе бастады және нәжіс құбырлары барлық жерлерде бола бермеген. Сондықтан қоқыстарын тастау үшін қала сыртына шығуға ерінген тұрғындар терезеден шашуды ұйғарса керек. Негізі қазірде терезеден қоқыс тастайтындар аз емес. Келесі миф орта ғасырлық жарыққа байланысты. Кино көріп отырған кезде біз көбінесе бір жағдаятты назардан тыс қалдырамыз. Ол алау. Иә, орта ғасырлық заманда электрлі жарық болмаған. Сондықтан ағаштың басын жағып, жарық жасағаны ойға қонымды секілді. Бірақ мұндай алаудың тұрақтылығы жақсы болды ма? Көзіңізге елестетіңіз. Бүкіл қамалда алау жағылған және айнала жап-жарық. Бірақ бір нәрсені ескергеніңіз жөн. Бір осындай алау 10 минуттан әрі кетсе 1 сағатқа дейін жанады. Сондықтан ол үшін өте көп ресурс қажет. Және оның бәрін қамал бойынша түнімен кім ауыстырып жүреді? Оған қоса ол заманда түнде жарықтың аса қажеттілігі де болмаған. Себебі ол кездегі адамдар күнмен бірге жатып, күнмен бірге тұрған. Ал кенеттен түн ортасында қамал ішінде жүру керек болса, онда бүкіл жерде алау жақпай, бір ғана жарық шамды қолға алып жүрген абзалырақ емес пе? Екінші бір мәселе ол түтін. Осылай қатты жанған алау өте көп күл мен түтін шығарады. Ал терезелері кішкентай болған ғимарат ішінде түтінге улану өте оңай. Сондықтан кинодағы алауларды шын өмірде қолданбаған деп нық айта аламыз. Оның орнына олар осындай ағаш басына байланған шамдарды қолданған. Көріп отырғандарыңыздай тарих беттерінде, киноларда және ғаламторда өте көп тарихи мифтер бар. Ал біз бүгін солардың аз ғана бөлігін сөз қылдық. Егер сізге ұнаған болса, лүпіл басып арнаға жазылыңыз. Сонымен қатар осы сәтке дейін көргендеріңіз үшін рахмет айтамын. Бейнені достарыңызбен бөлісіп, қолдауды көрсетіп қойыңыздар. Ал сіздермен бірге болған Шака Муро. Келесі қызықты бейнелерде жолыққанша, қош сау болыңыздар.